Қаншама жігіттер бар, ауылдан қашады. Тепсе темір үзетін жігіттер бар, 70 мың теңгеге охранада істеп жүр. Сызды, сызылып, қыз сияқты майысып, официант болып істеп жүр. Негізінде малмен айналса ауылға бар. Қаншама жер бос жатыр. Қаншама жер игерілмей жатыр. Өз қанымызға берілген кәсіп қой. Мал бағу, егін егу біздің ата-бабамызға берілген. Кез келген қазақ айналса береке табады одан. Өйткені пайғамбарымыз не дейді? Алла тағала әркімге кәсіп береді дейді. Ол кәсіпті тастамаңдар дейді. Қазаққа не берді Алла тағала? Қазаққа Алла тағала 4 түлікті берді, кең байтақ жерді егін ексін деп берді. Кез келгеніміз айналсақ, шыдасақ, соның тауқыметіне береке болады. Біз анау шай егіп, кофе егіп қатырмаймыз біз. Алла тағала ол кәсіпті бізге бермеген. Онан индиялықтарға, колумбиялықтарға беріп қойған Алла тағала. Сол үшін қаншама жеріміз бар, бос жатыр. Сол жерге егін ексе, сол жерге мал бақса, соны өсірсе, қалаға келіп сатса, жаңа официант болып, күзетші болып жүргенше. Сол үшін құрметті жамағат, адал еңбектен қашпау керек. Қазір малшы табылмайды ағайындар. Малшылық деген ол пайғамбардың жұмысы. Бізде анау малшы деген бір төмен нетеміз да, өзімізше малшы болудан арыланамыз. Қойшы мал баған ба деп. Негізінде ең керемет жағдай. Миың тыныш, ойың тыныш, ақ сүтің бар, адал етің бар, таза ауада атқа мініп, керемет емес пе? Ең керемет кәсіп. Ешкімге мұқтаж емессің. Ақшадан қысылсаң, етің сатасың. Бір нәрседен қысылсаң, сүтіңді сатасың. Сол үшін құрметті жамағат, адал кәсіп жасау ол діннің талабы, Алланың бұйрығы, пайғамбардың бұйрығы екен.